Айнұр үшінші рет шетелге қарсы дәрілік нұсқаулықты оқып отырғанда Бекжанның тағы да тимеген ботқасы бар тәрелкесін шетке қарай жылжытып жатқанын байқады. Әдетте тірі әрі қуанышты жүзі қысқы таңның күңгірт жарығында балауыз бетпердеге ұқсап қалған еді. Бекжан, күнім, кем дегенде бір қасық жейші деп жұмсақ өтінді ол. Жанына отырып 5 жасар баланың өршіп келе жатқан үрейін басуға тырысты. Бала үндемей басын шайқады, оның үлкен қоңыр көздері ағарған жүзінде әдеттен тыс жарқырап тұрғандай көрінді. Ерлан, сен баланың бірдеңесі дұрыс емес екенін көрмейсің бе? Деп Айнұр әдетте ноутбук экранның артына жасырынатын күйеуіне бұрылды. Айналайын, уайымдама, жай ғана суық тиген шығар, өзі өтіп кетеді деп ол көзін көтермей қолын сілтеді. Мұғалімдік тәжірибесі оған, бұл суық тию емес деп ескертті. Соңғы 2 аптада Бекжан барған сайын әлсірей түсті, жиі аяқтары ауырып түнде оянып кететін болды. Тізесіндегі көгерген іздері ұзақ уақыт бойы кетпей қойды. Күндізгі ұйқы кезінде ұлының температурасы көтерілгенде Айнұр дереу ауруханаға жинала бастады. Ерлан, такси шақыр деді, оның даусы дірілдеп, бірақ қатал шықты. Күйеуі жұмысынан ықылассыз қол үзді, бірдеңелерді мыңқылдап, артық әурешілікпен аурухана дәліздерінің күдікті екенін айтты. Оларды залалсыздандырылған ақтық пен қапырық тыныштық қарсы алды. Бекжан дәрменсіз күйде олар кабинеттен кабинетке өткенше оның кеудесіне қысылды. Талдаулар, тексерулер, нәтижелерді одан әрі күту. Уақыт жабысқақ балауса сияқты созылды. Отырыңыз, өтінемін, деді дәрігердің даусы әдеттен тыс жұмсақ шығып, осы жұмсақтықтан Айнұрдың іші удай ашыды. Ол есінен танып қалғандай орындыққа отырды, ұйықтап қалған ұлын қатты құшақтай түсті. Сіздің ұлыңызда алдын ала нәтижелер бойынша лейкемия белгілері бар. Дәрігердің одан әрі айтқан сөздері түсініксіз гуілге айналды. Айнұр бөлменің айналып бара жатқанын, ауаның қоюланып, өткізбестей болып бара жатқанын сезді. Санасының шет жағында ол Ерланның ыңқылдағанын және дәлізде біреулердің аяқ дыбыстарын естіді. Ол мүсәтір спиртінің өткір иісінен оянды. Медбике оның басын ұстап отыр екен. Бекжан үлкен ашық көздерімен әйелге қарап қорықты. Кешіріңіз, су ішуге бола ма? Оның еріндері лет-лет қозғалды. Кешқұрым үйге бір бума қағазбен және нұсқаулармен қайтқанда Ерлан бірінші болып телефонға қолын созды. Анамды хабардар ету керек деп ол әйеліне қарамай күбірледі. Жоқ, қазір емес деп Айнұр оның қолын ұстады. Өтінемін, алдымен бәрін өзіміз түсінейік. Бірақ Ерлан Сәуле апайдың нөмірін теріп жатыр еді, және оның бұйрықты даусы телефонның динамигі арқылы кішкентай асүйді лезде толтырды. Түн ұзаққа созылды. Айнұр ұйықтап жатқан Бекжанның төсегінің жанында отырды, оның жүзіне қарап, әрбір сызығын жаттап алғандай болды. Көктем сайын оның басында дәрігермен болған әңгімелердің үзінділері, дәрігердің аты, пайызды көрсеткіштер, тірі қалу мүмкіндігі үздіксіз айналатын. Терезе сыртында қалың қар жауып, өтіп бара жатқан қаланы үнсіз ақ жамылғымен бүркеп жатты. Түнгі шамның күңгірт жарығында бұрыштардағы көлеңкелер кез келген сәтте шабуыл жасауға дайын тіршілік иелері сияқты көрінді. Айнұр саусақтарымен көрпенің шетін сипап, көрші бөлмеден естілген ұлының тыныс алуын тыңдады. Ерлан анасымен сөйлескеннен кейін бірден ұйықтататын дәрі ішіп алған еді. Ал Айнұр ұйықтап қалуға батылы бармады. Көзін жұмса болды, Бекжан осы суық қысқы түннің тұңғиығында еріп кететіндей болып көрінді. Жүрегінің түбінде ол бұл тек басы ғана екенін сезді, нағыз сынақ әлі алда еді, әсіресе Сәуле апай диагноз туралы білгеннен кейін. Қайын енесі өзінің үстемдігін, таптырмастығын көрсету мүмкіндігін ешқашан жібермейтін. Бекжан түсінде қимылдап бірдеңелерді түсініксіз күбірледі. Айнұр ақырын көрпені түзеп ыстық маңдайынан сипады. Біз бәрін жеңеміз, жаным, деп ол көзіне жас алып сыбырлады. Анам сені ешкімге бермейді. Ертеңгілік Айнұр Бекжанға диеталық таңғы ас дайындап жатқанда есік қоңырауы соғылды. Ол селк ете түсіп сұлы ботқасын плитаға төгіп алды. Бұл тек қана Сәуле апай болуы мүмкін еді. Ерлан тіпті әйелін анасының келетіні туралы ескертпегенде.
Есік алдында екі сөмкесімен шабаданы бар норка тонды толық әйел тұрғанын ол анық білгенімен шақыруды күтпестен ол сенімді түрде кіреберіске қадам басты. Не тұрсың, Анечка, мүсінде қатып қалған заттарды кіргізуге көмектес деді қайын енесінің бұйрықты даусы кішкентай пәтерді толтырып. Ал менің алтын немерем қайда, Бекжан? Балалар бөлмесінен әжесінің даусы естілгенде Бекжан ұяла бөлмеден сығалады. Сәуле апай дереу оған қарай беттеді. Жол жөнекей пәтерді мұқият қарап шықты. Құдай-ай, қандай бозарып кеткен, баланы өздерінің диеталарымен мүлдем қинап бітірген ғой деп ол аһ ұрды. Қазір әжесі бұл жерді ретке келтіреді. Айнұр үшінші рет жөтелге қарсы дәрілік нұсқаулықты оқып отырғанда Бекжанның тағы да тимеген ботқасы бар тәрелкесін шетке қарай жылжытып жатқанын байқады. Әдетте тірі әрі қуанышты жүзі қысқы таңның күңгірт жарығында балауыз бетпердеге ұқсап қалған еді. Бекжан, күнім, кем дегенде бір қасық жейші деп жұмсақ өтінді ол. Жанына отырып 5 жасар баланың өршіп келе жатқан үрейін басуға тырысты. Бала үндемей басын шайқады, оның үлкен қоңыр көздері ағарған жүзінде әдеттен тыс жарқырап тұрғандай көрінді. Ерлан, сен баланың бірдеңесі дұрыс емес екенін көрмейсің бе? Деп Айнұр әдетте ноутбук экранның артына жасырынатын күйеуіне бұрылды. Айналайын, уайымдама, жай ғана суық тиген шығар, өзі өтіп кетеді деп ол көзін көтермей қолын сілтеді. Мұғалімдік тәжірибесі оған, бұл суық тию емес деп ескертті. Соңғы 2 аптада Бекжан барған сайын әлсірей түсті, жиі аяқтары ауырып түнде оянып кететін болды. Тізесіндегі көгерген іздері ұзақ уақыт бойы кетпей қойды. Күндізгі ұйқы кезінде ұлының температурасы көтерілгенде Айнұр дереу ауруханаға жинала бастады. Ерлан, такси шақыр деді, оның даусы дірілдеп, бірақ қатал шықты. Күйеуі жұмысынан ықылассыз қол үзді, бірдеңелерді мыңқылдап, артық әурешілікпен аурухана дәліздерінің күдікті екенін айтты. Оларды залалсыздандырылған ақтық пен қапырық тыныштық қарсы алды. Бекжан дәрменсіз күйде олар кабинеттен кабинетке өткенше оның кеудесіне қысылды. Талдаулар, тексерулер, нәтижелерді одан әрі күту. Уақыт жабысқақ балауса сияқты созылды. Отырыңыз, өтінемін деді дәрігердің даусы әдеттен тыс жұмсақ шығып, осы жұмсақтықтан Айнұрдың іші удай ашыды. Ол есінен танып қалғандай орындыққа отырды, ұйықтап қалған ұлын қатты құшақтай түсті. Сіздің ұлыңызда алдын ала нәтижелер бойынша лейкемия белгілері бар. Дәрігердің одан әрі айтқан сөздері түсініксіз гуілге айналды. Айнұр бөлменің айналып бара жатқанын, ауаның қоюланып, өткізбестей болып бара жатқанын сезді. Санасының шет жағында ол Ерланның ыңқылдағанын және дәлізде біреулердің аяқ дыбыстарын естіді. Ол мүсәтір спиртінің өткір иісінен оянды. Медбике оның басын ұстап отыр екен. Бекжан үлкен ашық көздерімен әйелге қарап қорықты. Кешіріңіз, су ішуге бола ма? Оның еріндері лет-лет қозғалды. Кешқұрым үйге бір бума қағазбен және нұсқаулармен қайтқанда Ерлан бірінші болып телефонға қолын созды. Анамды хабардар ету керек деп ол әйеліне қарамай күбірледі. Жоқ, қазір емес деп Айнұр оның қолын ұстады. Өтінемін, алдымен бәрін өзіміз түсінейік. Бірақ Ерлан Сәуле апайдың нөмірін теріп жатыр еді, және оның бұйрықты даусы телефонның динамигі арқылы кішкентай асүйді лезде толтырды. Түн ұзаққа созылды. Айнұр ұйықтап жатқан Бекжанның төсегінің жанында отырды, оның жүзіне қарап, әрбір сызығын жаттап алғандай болды. Көктем сайын оның басында дәрігермен болған әңгімелердің үзінділері, дәрігердің аты, пайызды көрсеткіштер, тірі қалу мүмкіндігі үздіксіз айналатын. Терезе сыртында қалың қар жауып, өтіп бара жатқан қаланы үнсіз ақ жамылғымен бүркеп жатты. Түнгі шамның күңгірт жарығында бұрыштардағы көлеңкелер кез келген сәтте шабуыл жасауға дайын тіршілік иелері сияқты көрінді. Айнұр машинально саусақтармен көрпенің шетін сипап, көрші бөлмеден естілген ұлының тыныс алуын тыңдады. Ерлан анасымен сөйлескеннен кейін бірден ұйықтататын дәрі ішіп алған еді. Ал Айнұр ұйықтап қалуға батылы бармады. Көзін жұмса болды, Бекжан осы суық қысқы түннің тұңғиығында еріп кететіндей болып көрінді.
Жүрегінің түбінде ол бұл тек басы ғана екенін сезді, нағыз сынақ әлі алда еді, әсіресе Сәуле апай диагноз туралы білгеннен кейін. Қайын енесі өзінің үстемдігін, таптырмастығын көрсету мүмкіндігін ешқашан жібермейтін. Бекжан түсінде қимылдап бірдеңелерді түсініксіз күбірледі. Айнұр ақырын көрпені түзеп ыстық маңдайынан сипат. Біз бәрін жеңеміз, жаным деп ол көзіне жас алып сыбырлады. Анам сені ешкімге бермейді. Ертеңгілік Айнұр Бекжанға диеталық таңғы ас дайындап жатқанда есік қоңырауы соғылды. Ол селк ете түсіп сұлы ботқасын плитаға төгіп алды. Бұл тек қана Сәуле апай болуы мүмкін еді. Ерлан тіпті әйелін анасының келетіні туралы ескертпегенде. Есік алдында екі сөмкесімен шабаданы бар, норка тонды толық әйел тұрғанын ол анық білгенімен, шақыруды күтпестен, ол сенімді түрде кіреберіске қадам басты. Не тұрсың, Анечка, мүсінде қатып қалған, заттарды кіргізуге көмектес деді қайын енесінің бұйрықты даусы кішкентай пәтерді толтырып. Ал менің алтын немерем қайда, Бекжан? Балалар бөлмесінен әжесінің даусы естілгенде, Бекжан ұяла бөлмеден сығалады. Сәуле апай дереу оған қарай беттеді, жол жөнекей пәтерді мұқият қарап шықты. Құдай-ай, қандай бозарып кеткен, баланы өздерінің диеталарымен Айнұр өзін жұтқандай сезінді. Кештің енді басталғанын ол түсінді. Ас үй Сәуле апай шкафтарға қоятын талаптарды мұқият қарап, шөп қоспалармен Айнұр ол үшін сатып алған арнайы өнімдерді лақтырып жатқан майданға айналды. Бұл бәрі бос сөз. Балаға осы сәнді ойдан шығарылған нәрселер емес, қалыпты тамақ керек. Деп қайын енесі қоқыс шелегіне кезекті пакетті салып тұрып, үзілді-кесілді мәлімдеді. Бірақ бұл дәрігердің тағайындауы. Деп Айнұр қарсы шығуға тырысты. Дәрігерлер, деп Сәуле апай мысқылдады. Мен 3 баланы өсірдім, бәрі тірі, әрі сау, ал сен не білесің, мұғалімсің ғой. Кешке Ерлан қайтып келді. Айнұр оның қолдауына үміттенді, бірақ күйеуі әдеттегідей қақтығыстан қашқақтады. Анам көмектескісі келеді деді, ол шаршаңқы дауыспен. Олар екеуі қалғанда ол бізден тәжірибелі көмектеседі деді. Айнұр әрең көзінің жасын тоқтатты. Ол онколог тағайындаған барлық дәрілік шөп қоспаларын лақтырып тастады. Асыра сілтемеші деп Ерлан қабағын түйіп, теледидар көруге кетіп қалды. Келесі күні таңертең Бекжан анасының ет қосылған сорпасынан кейін нашарлап кетті. Сәуле апай оны балаға күштеп дерлік бергізді. Балаға күш керек. Бала құса бастады. Айнұр ұлының ауырсынудан қиналған жермен қайын енесінің бейқам қазан ошақ қағып, кезекті күшейткіш сорпаны дайындап жатқан жерінің арасында сабылды. Бұл сенің шөптеріңнің бәрі. Олардан ағза әлсірейді. Деп Сәуле апай Айнұрдың баланың нашарлау себебін айтуға тырысқанына қарамастан, үзілді-кесілді мәлімдеді. Кешке қоқыс шелегінен лақтырылған дәрілік шөптерді іздеп жатқан Айнұр қайын енесінің ұлы Ерланмен сөйлесіп жатқанын естіді. Бұлай болмайды енді. Мынаған қара, баланы неге жеткіздің? Сенің Бекжанға дұрыс күтім керек, деді Сәуле апай. Ол тек шөппен ғана емдейді. Ал дәрігерлер не деді? Деп Ерлан сенімсіз бастады. Дәрігерлер, деп Сәуле апайдың даусында қаталдық пайда болды. Сені бала кезіңде ауырғанда аяққа қалай тұрғызғанымды ұмыттың ба? Бәрі үміт жоқ деді, ал мен ше? Бұлай жалғаса алмайды. Айнұр қолында табылған шөп пакеттерін қысып қатып қалды. Ас үй шампырағының күңгірт жарығында оның қабырғадағы көлеңкесі қорқынышты түрде бұрмаланып, сол кездегі жағдайының көрінісіндей болды. Сол түні ол күйеуінің жанында ұйықтай алмады. Ас үй диванына жайғасып, Айнұр қабырғаның арғы жағынан ұлының ауыр тынысын және пәтерді елестей кезіп жүрген қайын енесінің аяқ дыбыстарын тыңдады. Таңертең шындық оны өмірінен біртіндеп ығыстырып шығарып жатқан қорқынышты түске айналды, ал ол ештеңе істей алмады. Пәтердегі жөндеу жұмыстары жақында ғана жайлы үй болған жерді қашуға мүмкіндік жоқ қапасқа айналдырды. Сәуле апайдың тұншықтыратын қатысуынан құтылу мүмкін емес еді. Үйде батареялар жұмыс істеп тұрғанына қарамастан, барған сайын суық бола бастады. Айнұр ескі жемпіріне оранып, Сәуле апайдың ас үйде өзін иесіндей ұстап, бәрін өз қалауынша жасайтынын бақылады. Әр таң қайын енесінің Айнұр дайындаған қайнатпалар мен Бекжанға арналған арнайы тағамдарды демонстративті түрде лақтырып тастаумен басталды.
Баланы қалыпты тамақпен тамақтандыру керек, ал мына аурухананың сұйық тамағымен емес. Деп Сәуле апай дәрігерлердің қатаң тыйым салғанына қарамастан, қақталған ет қосылған қою бошты араластырып тұрып мәлімдеді. Айнұр өзінің баласының өмірінен біртіндеп ығыстырылып жатқанын сезді. Сәуле апай науқас балаға енді тәулік бойы күтім қажет деп талап етіп, өз жиналмалы кереуетін балалар бөлмесіне көшірді. Тіпті түнде де Айнұр Бекжанмен жалғыз қала алмады. Бір түні Бекжанның температурасы 40 градусқа көтерілді. 30 жасар Айнұр оның әлсіз жылағаннан оянып, балалар бөлмесіне жүгірді, бірақ Сәуле апай ол жерде әлде қашан әбігерленіп, немересін қандайда бір сасық маймен ысқылап жатыр еді. Сіз не істеп жатырсыз? Оған рұқсат етілген дәрілер тізімінен жара түсіретін дәрі беру керек. Деп Айнұр ұлының кереуетіне жақындай түсіп айқайлады. Маған ақыл айтпа. Мен 3 баланы сенің химияңсыз өсірдім, ал сен оны тек ауруханаға сүйреуді ғана білесің. Деп қайын енесі жолды бөгеп тұрып кесіп айтты. Есіктен шу естіліп оянған Ерлан пайда болды. Бірнеше секунд әйелінен анасына көз тастап, үндемей сағат 3 болса да жұмысқа жинала бастады. Күндіз Бекжан кереуетте отырмайтын дерлік, тізесін құшақтап еңкейіп жататын. Айнұр онымен ойнағысы, немесе кітап оқып бергісі келгенде, ол есікке жақтырмай қарады. Бекжанның әжесінің келуін күтіп отырғанда, тексеруге келген учаскелік дәрігер талдау нәтижелерін қарап қабағын түйді. Сіз диетаны және дәрілерді қабылдау режимін дәл сақтайсыз ба? Әрине, сақтаймыз деп Айнұр аузын ашқанша Сәуле апай араласты. Мен сіздердің барлық дәрілеріңізді қадағалап отырмын. Олар тек баланы улайды. Кешке Айнұр ыдыс жуып жатқанда бөлмеден тұншыққан дауыстар естілді. Ол ақырын жабылмаған есікке жақындады. Ерлан, бірдеңе істеу керек деді Сәуле апай. Айнұр мүлдем күрес алмайды. Бекжан күннен күнге нашарлап барады. Маған қамқорлықты рәсімдеу туралы ойлану керек шығар. Мен оны өзіме алып тиісті күтім жасар едім. Сынған кесенің дыбысы оларды үнсіз қалдырды. Айнұр есікте тұрды, фарфор сынықтары аяғының астында сықырлады. Оның боз жүзінде қорқыныш пен үмітсіздік бейнеленді. Сіз менің ұлымды тартып алғыңыз келе ме? Деп ол тіл алмас еріндерімен сыбырлады. Ерлан көзін алып қашты, ал Сәуле апай иығын тіктеп түзелді. Біз адамды сенің құзыретсіздігіңнен құтқарғымыз келеді. Сен оның қалай сөніп бара жатқанын көріп тұрсың ғой. Ол сен оны тыйым салынған тамақпен улап, дәрілерін лақтырып тастағандықтан сөніп барады. Айнұр өксіп жылап жіберді. Міне, көрдің бе, Ерлан? Ол истерик. Оған баланы сеніп тапсыруға бола ма? Сәуле апай ұлының иығына қолын қойды. Айнұр күйеуіне жалт қарап, оны араласып, оларды қорғауын үнсіз жалынды. Бірақ Ерлан жұмысқа бару керек екенін мыңқылдап, бөлмеден асығыс шығып кетті. Сол түні Айнұр көзін ілмеді. Ол ас үйде отырып, терезе сыртындағы қараңғылыққа қарады, және бірінші рет өзінің мүлдем жалғыз қалғанын шынайы сезінді. Пәтер, жақында ғана олар мен Бекжанның жайлы панасы болған жер, енді әр бұрышы манипуляция мен зұлымдықтың уымен сіңген улы қапасқа айналды. Қабырғаның арғы жағында Бекжан түсінде ақырын ыңқылдады, және оның әрбір стоны Айнұрдың жүрегінде ауырсынумен жаңғырды. Ол әлі де кеш болмай тұрып, бірдеңе істеу керектігін түсінді. Кішкентай ұлы осы тұншықтыратын жағдайда мәңгілікке жоғалып кетпей тұрғанда. Аурухананың қабылдау бөлмесінде әдеттегі хаос еді. Айнұр кішкентай Бекжанды кеудесіне қысып, дәрігерлер асығыс тамшылатқышты дайындап жатты. Оның жағдайы түнде күрт нашарлап, температурасы 40 градустан асып кетті. Үйдегі емдеу әдістері қайтымсыз зардаптарға әкелуі мүмкін екенін түсіндіңіз бе? Деп бөлім меңгерушісінің дауысы қатал шықты. Айнұр көзіне жас алып басын изеді, бірақ өзінің кінәсіз екенін білді. Дәлізде Сәуле апайдың таныс аяқ дыбыстары естілді. Әдеттегідей мінсіз киінген ол сенімді түрде палатаға қарай беттеді. Міне, халық медицинасының бас маманы. Деп Айнұр ашу ойлады. Сіздің мұнда болуға құқығыңыз жоқ. Деп қайын енесінің бұйрықты даусы жүйкесін жұқартты. Мен оның анасымын, және ешқайда кетпеймін. Деп Айнұр бірінші рет өз даусындағы темірдей ноталарды естіді. Қандай анасың сен?
Балаңды шөптеріңмен не күйге жеткізгеніңді қара. Деп Сәуле апай медбикелердің назарын аудара отырып айқайлады. Сенің барлық химияң балалардың ағзасын улайды, ал менің әдісім. Мен бәрін көрдім. Деп Айнұр кенеттен қайырылды. Сіз осы қайнатпаларыңызды менен әдейі жасырып, мен жұмыста жоқта оны тыйым салынған өнімдермен тамақтандырдыңыз. Медбике жанжалды басуға тырысты, бірақ кешет. Жылдар бойы жиналған ашылық жарылды. Менің баламды уладың деп ойлаймын. Емін саботаж жасадың, өзіңнің құзыретсіздігіңді жасыру үшін. Дереу тоқтатыңыз. Деп дәлізде пайда болған бөлім меңгерушісі қабағын түйіп қатал ескертті. Бұл базар емес, аурухана. Егер өзіңізді мәдениетті ұстай алмасаңыз, екеуіңіз де кешкі бөлімге кетесіздер. Аурухананың кафесінде кешке Айнұр Ерланмен кездесті. Ол жүдеу көрінді, бірақ көздерінде әдеттегі шешімсіздік бар еді. Анам сені истерика жасайды деп ол алыстан бастады. Сенің анаң біздің ұлымызды улайды. Айнұр оның алдына айғақ заттар салынған пакетті қойды, лайлы тұнбалары бар құтылар, қайын несінің жасырын жерінен тапқан тыйым салынған өнімдер. Ерлан, қазір сен оны кетіруге мәжбүрлейсің, әйтпесе мен полицияға арыз жазамын. Сен анама бұлай жасай алмайсың. Деп ол бозарып кетті. Ол жақсылық қалады. Жақсылық қалады ма? Деп Айнұр ашы күлді. Біздің ұлымыз өліп барады, Ерлан. Ал ол өзінің сынақ ойындарын ойнап жүр. Ол ең жақсы ана. Бұл ойын емес, Бекжанның өмірі. Анам тәжірибелі, ол мені өсірді, және әлі де маған қамқорлық жасайды. Айнұр орнынан тұрды. Мен бәрін түсіндім. Сен өз таңдауыңды жасадың. Кафеден шыққан ол тікелей үйлестіру орталығына бет алды. Шешім лезде қабылданды. Ол Бекжанды алып кетеді, оны билік құмар әжесі де, жігерсіз әкесі де жете алмайтын жерге апарады. Сәуле апай оны палатаның жанында күтіп тұрды. Сен менің немеремді ешқайда алып кете алмайсың, деді ол тісін қайрап. Сенде емделуге қаражат жоқ, мүмкіндік жоқ. Ерлан мені қолдайды, біз қамқорлықты рәсімдейміз. Айнұр енді қорқынышты сезбеді. Алдымен дәрігерлерге Бекжанның талдаулары дәл сіздің халықтық әдістеріңізден кейін неге нашарлағанын түсіндіріп беріңізші. Оған сіздің. Ол қажыған ұлы ұйықтап жатқан палатаға кірді. Ақырын оның ыстық маңдайынан сүйді. Ертең ол оны алып кетеді. Оның құрбысы оларды паналауға келіскен еді. Бірақ бүгін жүйемен, бюрократиямен және өз қорқынышымен тағы бір бетпе-бет келу күтіп тұрды. Есік сыртынан Ерланның анасын жұбатқан тұншыққан дауыстары естілді. Ол ұйықтап жатқан Бекжанға қарап, тек оның үшін бәріне дайын екенін түсінді, тіпті жалғыз күресуге тура келсе де. Бұл видеоны осы оқиға қызықты болуы мүмкін достарыңызбен бөлісіңіз. Айнұр мектептегі құрбысы Гүлназдың бір бөлмелі пәтерінің ескі диванында отырып, ұйықтап жатқан Бекжанның үзік-үзік тынысын тыңдады. Қысқы таңның күңгірт жарығы перделерден әрең өтіп, ұлының боз жүзіне сұр көлеңкелер түсіріп жатты. Соңғы 3 күн шексіздікке айналды. Адвокаттан қоңырау күту, Ерланнан хабарлама күту шексіздігі. Бірақ ең бастысы, Бекжанның жағдайында ешқандай өзгеріс жоқ. Телефон дірілдеді. Сәуле апайдан тағы бір хабарлама келді. Толы қауіп пен айыптауларға толы. Сен өзіңнің қырсықтығыңмен баланы құртасың. Біз қамқорлыққа өтініш бердік. Сен дәрменсізсің. Айнұр хабарламаны соңғы күндері 10 рет жасағандай машинально өшірді. Бекжан түсінде ыңқылдады, және Айнұр кенеттен оның жанында пайда болып, ыстық маңдайына салқын алақанын қойып, оның қауіпті температурадан жүрегі қалай сығылып бара жатқанын ойлады. Бұл түнде 3-ші рет көтерілуі еді. Ауруханаға бару керек деп ол сыбырлады. Телефонға қолын созып, жедел жәрдем нөмірін тергенде саусақтары дірілдеді. Медицина қызметкерлерінің келуін күтіп, заттар мен құжаттарын жинастырып жатқанда, уақыт шексіздікке созылғандай болды. Қабылдау бөлмесінде оларды бұрыннан таныс дәрігер қарсы алды. Оның көзі талдау нәтижелерін көргенде қаталданды. Айнұр Сергеевна, жағдай өте ауыр, шұғыл түрде ауруханаға жатқызу керек. 1 сағаттан кейін Бекжан жансақтау бөлімінде тамшылатқышқа қосылып жатты.
Айнұр шыны қоршаудың жанында тұрып, қолын суық шыныға басты, таныс аяқ дыбыстарын естіді. Ерлан. Ол бұрылды. Аня. Оның дауысы сынық естілді. Кешір мені. Мен бәрін дұрыс жасамадым. Кеш емес пе? Деп ол ұлынан көз алмай жауап берді. Сенің анаң қайда? Мен оған мұнда келе жатқанымды айтпадым. Ол үндемеді. Мен ажырасуға арыз бердім. Сенің бәріне құқығың бар еді, Айнұр. Ақыра Айнұр оған қайырылды. Ерланның көзінде жас тұрды, бірақ ол шаршау мен бостықтан басқа ештеңе сезбеді. Енді бәрібір. Келесі тәулік шексіз қорқынышты түске айналды. Бекжан дәрігерлердің барлық күш-жігеріне қарамастан көз алдында сөніп бара жатты. Айнұр оның жанынан бір сәтке де кетпеді, ыстық алақанын өз қолында ұстады. Бекжанның жүрегі тоқтаған түні терезе сыртында қалың қар жауып жатты. Айнұр оны қолында ұстап, денесі суығанша бала кезінде айтқан бесік жырларын қайталады. Ешкім оны мазалауға батпады. Бір аптадан кейін олардың пәтеріне қайтып келді. Ерлан анасын алып қайдағы бір жаққа кетіп қалған еді. Ауада әлі де Валериана мен Сәуле апайдың шөп қайнатпаларының иісі тұрды. Айнұр Бекжанның заттарын, ойыншықтарын, кітаптарын, киімдерін мұқият жинастыра бастады. Әрбір затын картон қораптарға абайлап салды, небір қасиетті рәсімді жасайтындай. Балалар суреттері, фотоальбомдар, кішкентай машинкалар, ұлынан қалған бәрі. Сәуле апай сатып әперген, Бекжан ешқашан кимеген ашық түсті жемпірлер, құтылардағы халықтық дәрілер, шөп қоспалары майлақтырып тастады. Соңғы болып қоқыс шелегіне үйлену тойындағы суреттері бар альбом ұшты. Бос балалар бөлмесінде ол Бекжанның кереуетіне отырды. Терезе сыртында әлі де қар жауып, қаланы ақ жамылғымен бүркеп жатты. Айнұр қалтасынан ұлының тозған аурухана білезігін алып, алақанына қысты. Бөлме қараңғыланды, бірақ ол жарықпен қараңғыны ажырата алмады. Таңертең ол кілттерді риэлторға тапсырып, бұл қаладан мәңгілікке кетеді. Мұнда ашымен ауырсынудан басқа ештеңе қалмады. Жүрегінің түбінде ол Ерланды да, оның анасында, өзінде ешқашан кешірмейтінін білді. Бірақ қазір ол тек шексіз шаршау мен осы әр бұрышы ұлы туралы айқайлап тұрған жерден мүмкіндігінше алыс кетуге деген ұмтылысты ғана сезді. Таңертең терезе сыртында қар жауа берді, өткенді ақ үнсіздікпен жауып. Менің басқа да әңгімелерімді тыңдауға кеңес беремін, және арнаға жазылуды ұмытпаңыз.